телеарнаның 30 жылдығы қарсаңында Таңшолпан телебайқауы көгілдір экранға қайта оралады. Сыр елінің өнерлі шоғырын жас эстрада әншілерімен молайтып, олардың үлкен сахнаға шығуына сеп болған ән бәйгесі талай таланттардың бағын ашты. Олардың өнер көгінде жарық жұлдыз болып жарқырауына мүмкіндік берді. Қазақ ән өнерінде өзіндік орны бар Бибігүл Жанұзақ, Гүлнұр Оразымбетова, Руслан Садықов, Тахауи Рахметов, Гүлхан Сергейбаева, Ербол Шарипов, Алмас Кешкенбаев сияқты жүздеген өнерпаз осы Таңшолпаннан түлеп ұшты. Кезінде кең өр салған конкурс көрермендермен қайта қауышпақ. Байқауға 13 пен 18 жас аралығындағы талантты қыз-жігіттер қатыса алады. Іріктеу турлары 7 ауданда және Байқоңыр, Қызылорда қалаларында төмендегі кесте бойынша өткізіледі. Арал 11 наурыз, Қазалы 12 наурыз, Байқоңыр Қармақшы 13 наурыз, Сырдария Жалағаш 14 наурыз, Шиелі Жаңақорған 15 наурыз, Қызылорда қаласы 16 наурыз. Қатысушыға жанды дауыста бір ән орындау міндеттеледі. Іріктеуден өткен қатысушылар өздері таңдаған әнді орындап, жартылай финалда өзара сынға түседі. Қазылар алқасының оң бағасын алғандар ақтық кезеңге жолдама алады. Өтінімдер аудандық және қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдерінде қабылданады. Құрметті жас орындаушы, өнерге әркімнің де бар таласы. Таңшолпанға қатысып бағыңды сынап көр.